Бүгін Алматыда Қазақ хандығы және Қазақстан идеялары мен ғасырлар жалғастығы атты халықаралық конференция басталды. Оған Қазақстан, Түркия, Өзбекстан және Қырғыз елінің тарихшы ғалымдары қатысып, өздерінің ғылыми зерттеулерін ортаға салды. Жиында белгілі ғалым академик Рабиға Сыздықованың «Жамиат ат-Тауарих» кітабы таныстырылды. Бұл туындыда оқырман 16 ғасырда қазақ халқының тарихында өшпес із қалдырған жылнамалар жинаған тұңғыш қазақ тілінде жазған ғалым Қадырғали Жалайри шығармасымен таныса алады. Кітапты Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында халықаралық Түркі академиясы басып шығарды. Өз кезегінде Рабиға Сыздықова және кітап қорын түгелдей халықаралық Түркі академиясының кітапханасына тапсыратынын айтты. Халықаралық Түркі академиясы қазақ хандығының құрылуына, оның жалпы қызметіне қатысты қазір көптеген жобалар жүргізіп жатыр. Ол Қытай ғалымдарымен, түркі ғалымдарымен, Ресей ғалымдарымен, Европалық ғалымдарымен, көрші мемлекеттердің ғалымдарымен жүргізілуде. Солардың ішінде Қазақ хандығының кезеңіндегі 15 ғасырдағы жалпы Еуразия кеңістігінің ахуалы, Алтын Орданың ыдырау кезеңіндегі түркі халықтарының тарихына байланысты қазір жаңа пайымдаулар бар. Сонымен қатар Қазақ хандығына қатысты бауырлас елдердің көзқарастарын жинақтап, үлкен жинақ ретінде шығарсақ деген ойымыз бар.